Құрметті менің оқырмандарым, бүгін біздер Смағұл Елубайдың Ақбоз үй шығармасы бойынша кітап талдауға кірісетін боламыз. Енді Смағұл Елубайдың өмірбаянына тоқталып кететін болсақ, Смағұл Елубай 1947 жылы 9 наурызда Түркменстанда дүниеге келген. 1961 жылы Қазақстанға қоныс аударады, ал 1971 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыған. Жалпы оның Ақбоз үй, Мінәжат романдары, Ашаршылық, Сталиндік қуғын-сүргін жылдарын қамтыса, трилогияның 3-ші кітабы Жалған дүние, бұл айтулы тоқырау заманымен тұспа-тұс келген керемет шығарма. Бұл шығарма 2001 жылы жарыққа шықты. Ал енді жазушының осы трилогиясының 3-ші кітабы Жалған дүние болса, бұл 2001 жылы дүниеге келді. Бұл айтулы тоқырау заманы дейтін кезеңмен тұспа-тұс келген шығарма болып есептелінеді. Жалпы енді бұл шығарманың тақырыбы мен идеясы қандай дейтін болса, өткізе бер. Шығарманың тақырыбы 30-шы жылдарда қазақ даласындағы ашаршылық қасіреті және дәстүрлі қазақ қоғамының күйреуі. Ал идеясы болса, ұлттық трагедияның себебін ашу, халықтың басына түскен зауалды келер ұрпақтың жадында мәңгі қалдыру бұл шығарманың басты идеясы болып табылады. Одан әрмен қарай, жалпы шығармада қандай мәселе көтерілді дейтін болса, бұл шығармада ата жұрттан ажырау, кәмпескелеу, аштықтың психологиялық әсері, адамдық һәм хайуандық, қазақ қызының тағдыры, алауыздық пен сатқындық бұл шығармада басты мәселе болып көтеріледі. Енді кейіпкерлер жүйесімен өздеріңіз танысыңыздар. Бұл шығармадағы басты кейіпкерлер Пахраддин, Хансұлу, Шеге, Лабағахун, Балқия, Бұлыш және Әзберген екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Жалпы бұл шығармадағы басты құндылық, тарихи құндылығы, жазылмаған шындық, айтылмаған тарих. Ал шығарманың тәрбиелік құндылығына келетін болсақ, шығарманың тәрбиелік құндылығы ел тарихына құрметпен қарау, көркемдік құндылығы. Бұл шығарманың тілі бай, образдар сом және детальдері шебер. Ал символдық құндылығы мемлекеттігінің, еркіндігінің, елдігінің символы жалпы қазақ халқының. Енді осы құндылықтар бойынша қазір оқырмандарымызға сөз кезегін беретін боламыз. Бүгін біз сөз еткелі отырған Смағұл Елубайдың Ақбоз үй романы қазақ халқының басынан өткен ең қасіретті кезеңдегі шынайы бейнеленген тарихи туынды. Бұл шығарма арқылы біз тек бір отбасының тағдырын емес, тұтас ұлттың қасіретін көреміз. 20 ғасырдың 30-шы жылдарындағы ашаршылық қазақ тарихындағы ең үлкен трагедиялардың бірі. Кеңес үкіметінің күштеп ұжымдастыру саясаты, малды тартып алуы, халықты зорлықпен отырықшыландыру қазақ елінің апат нәубетке әкеледі. Тарихи деректерге сүйенсек, 1931 мен 1933 жылдардағы ашаршылықта қазақ халқының шамамен 2 миллионға астам адамы қаза тапты. Бұл сол кездегі қазақ халқының тең жартысының жуығы. Кей зерттеулерде қазақ санының 40%-ға дейін азайған айтылады. Мыңдаған адам Қытайға, Өзбекстанға, Қырғызстанға, Ресейге босап кеткен. Міне, осы тарихи апатты Смағұл Елубай романы арқылы жанды суреттейді. Романдағы көштер, аштықтан әлсіреген балалар, бір үзім нанға зар болған халық, тарихи шындықты көркем бейнесі. Әсіресе елдің соңғы малынан айырылып, күнкөріс үшін шөп пен тамыр жеуге дейінгі жеткен сәттері оқырман жүрегін ауыртады. Ақбоз үйдің тарихи құндылығы ұмыт қалған шындықты ұрпақтың санасына қайта жеткізуде. Бұл шығармада бізге өткеннің қасіретін сезіндірді, әрі тәуелсіздіктің қадірін ұғындырды. Сөзімді мына оймен аяқтағым келеді. Ашаршылық қазақтың санын азайтты, бірақ рухын жоя алмады. Ал Ақбоз үй сол рухтың мәңгілік естелігі. Елубайдың Ақбоз үй романын оқығанда біз тек ашаршылықты ғана емес, қазақ халқының тұтас ұлттық болмысын көреміз. Бұл шығармада ұлттың рухы, салт дәстүрі, отбасы құндылығы, туған жерге деген сүйіспеншілік терең бейнеленген. Ең алдымен романның атауына назар аударайық. Ақбоз үй жай ғана киіз үйдің атауы ғана емес, қазақ үшін киіз үй қастерлі ұғым. Ол отбасының берекесі,
ұрпақтың ұясы, халықтың рухани әлемінің белгісі. Қазақ халқы киіз үйді ерекше қастерлеген, киіз үйдің шаңырағын отаудың жүрегі деп санаған, ал кереге бірліктің, оқ тіршіліктің белгісі болған. Киіз үй көшпелі қазақ өмірінің символы ғана емес, ұлттық дүниетанымның айнасы деп білемін. Ал себебі қазақ үшін үй тек баспана емес, әулеттің амандығы мен елдің тұтастығының белгісі. Сондықтан жазушының романды Ақбоз үй деп атауының астарында үлкен мағына жатыр. Романдағы Ақбоз үйдің тозуы, шайқалуы қазақ өмірінің шайқалуымен тең. Ал киіз үйдің қаңырап бос қалуы сол кезеңдегі халықтың қайғысы мен күйреуінің символы. Романда адамдар туған жерінен босып кетсе де, ұлттық болмысын жоғалтпауға тырысады. Қазақы тәрбие, үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық, дастархан мәдениеті бәрі қиын кезеңде де сақталады. Мысалы, кейіпкерлердің ашу тұрса да бір-бірімен дәм бөлісуі қазақтың кеңпейілдігінің дәлелі. Бұл қонақ келсе құт келеді деп түсінген халықтың мінезі. Сонымен қатар шығармада аналардың бейнесі ерекше көрінеді. Хансұлудың баласын аман алып қалуға тырысуы қазақ әйелінің қайсарлығы мен аналық махаббатының көрінісі. Ана аш отырса да баласына соңғы дәмін береді. Бұл ұлттық тәрбиенің өзегі деп білемін. Тағы бір ұлттық құндылық жерге деген құрмет. Қазақ халқы туған жерді атамекен деп қастерлеген. Кейіпкерлердің туған жерден айырылғандағы күйзелісі арқылы жазушы жер мен ұлттың ажырамас байланысын көрсетеді. Қорытындылай келе, киіз үй қазақтың баспанасы ғана емес, рухының белгісі. Ал Ақбоз үй романы сол рухтың шайқалғанын, бірақ сынбағанын көрсететін шығарма. Сондықтан бұл туынды қазақтың ұлттық жадысын сақтап тұрған асыл мұра. Кез келген ұлы шығарма адамға ой салады, тәрбие береді. Ал Ақбоз үй романы оқырманның жүрегін тәрбиелейтін туынды. Роман бізге ең алдымен төзімділікті үйретеді. Аштық, қорлық, өлім осының бәрі кейіпкерлерді сынға салады, бірақ олар адамдық қасиеттерін жоғалтпауға тырысады. Мысалы, кейіпкерлер қанша қиындық көрсе де бір-біріне көмектесуден бас тартпайды. Бұл адамгершіліктің ең биік көрінісі. Шығарма сондай-ақ мейірімнің құнын ұғындырады. Аштық кезінде бір үзім нанның өзі өмір мен өлім арасы болған. Сондай кезде адамдардың бір-біріне жанашыр болуы үлкен өнеге. Роман жастарға тарихтан сабақ алуды үйретеді. Егер халық бірліктен айырылса, рухани әлсіресе, қандай қасиетке ұшырайтынын көрінеміз. Бұл шығарма тәуелсіздіктің қадірін түсіндіретін еңбек. Тағы бір тәрбиелік мәні ана бейнесі арқылы беріледі. Қазақ әйелдерінің төзімі, сабыры, отбасы үшін күресі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Хансұлу бейнесі оқырманды еріксіз толғандырады. Бүгінгі жастар бұл шығарманы оқи отырып, тарихты таниды, адамдық қасиетті бағалайды, ұлттық рухтың маңызын түсінеді. Тәуелсіздіктің оңай келмегенін сезінеді. Сөзімді мына оймен аяқтағым келеді. Ақбоз үй өткенді жылап еске алатын емес, болашақты қателіксіз құру үшін оқылатын шығарма. Оқиғаның басталуы іргесі сөгілмеген, қаймағы бұзылмаған ауыл. Оқиғаның байланысуы кәмпескелеу саясаты. Оқиғаның дамуы балақтағы бит басқа шықты. Оқиғаның шиеленісуі ата қоныстан амалсыз ажырау. Оқиғаның шарықтау шегі көздеген жерге жете алмай адасып қалған көш. Оқиғаның шешімі ит құсқа жем болған босқындар мен жат жұртқа келімсек болған тағдырлар.